Ертеде. Ғажайып қалада Арман деген қарапайым бала өмір сүріпті. Ол супергеройларды қатты жақсы көретін. Бірақ оның ешқандай супер күші жоқ еді. Кішкентай мысық ағаштың басында қалып қойды. Барлығы қарап тұр, бірақ ешкім көмекке бармады. Ал Арман жүгіріп келді. Қорықпа, мен сені құтқарамын. Ол ағашқа өрмелеп шығып, мысықты түсіріп алды. Сол сәтте аспан жарқ етіп, жарықтың ішінен сиқырлы дауыс шықты. Нағыз батыр, күші бар адам емес, жүрегі мейірімді адам. Арманның үстінде жарқыраған костюм пайда болды. Ол ұша алатын болды, тез жүгіретін болды, күші де пайда болды. Мен супергерой болдым ба? Бір күні қалада кенеттен үлкен дауыл басталды. Адамдар қорқып, жан жаққа қашты. Қалаға қауіп төнді. Үлкен робот қалаға шабуыл жасады. Үйлерді қиратып, адамдарды қорқытты. Арман аспаннан ұшып келді. Тоқта! Бұл қала менің үйім. Робот оған лазер атты. Бірақ Арман бала адамдарды қорғай берді. Соңында ол роботтың әлсіз жерін тауып тоқтатты. Қала халқы! Ура! Батыр! Бізді құтқардың! Мен жай ғана көмектескім келді. Сол күннен бастап Арман қаланың қорғаушысына айналды. Бірақ ол ешқашан ұмытпады. Нағыз супер күш жүректегі мейірім. Ал сен батыр болғың келе ме? Онда жақсылық жасаудан баста. Нағыз супер күш жүректегі мейірім. Лайк бас! Каналға жазыл!